Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында тауық етінен шашлык жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі тауық еті, шашлыкке арналған дәмдеуіш, тұз және бұрыш, міне арнайы кетчуп бар. Мен кішкене дәм кіргізу үшін сыра қосамын, және де мынандай аджика қосатын боламын. Қане олай болса бастаймыз. Ең алдымен окорочкаларымызды шығарып аламыз. Және де оны бөліктерге бөліп шауып алатын боламыз. Мынау бізде тауықтың төс еті, сүйексіз. Мінекей достар, тауықтың етін осылай турап болғаннан кейін ыстық суға жуамын, өйткені мұз болып тұр менде тауықтың еттері. Мінекей ыстық суды құйып алдым. Енді осыны 5-10 минут ыстық суда тұрады, өйткені мұздары ерігенше әрі кішкене жібіп тұрады. Жуып тазалап алдық тауықтың етін. Енді оған бірінші кетчупты қосатын боламыз. Арнайы маринадқа арналған. Мынау бұрышымыз қара бұрыш. Дәм кіргізу үшін аз мөлшерде қара бұрышты қосамыз. Енді тұз. Дәміне қарап, көз мөлшермен, және де кішкене сыра. Және шашлыкке арналған дәмдеуіш. Аджикадан да дәміне қарай көз мөлшермен. Мына аджикамен өте дәмді болады. Арнайы бір рет қолғапты кеп, сосын араластырамыз. Ал енді піссін деп араластыратын боламыз. Жақсылап піссінгенше араластырамыз. Иісі өте әдемі шығып тұр қазірдің өзінде. Мінекей түсінің өзі қандай қып-қызыл болып тұр. Иісі деген керемет. Мінекей кішкене май қосамыз, сұйық май кәдімгі. Тұштылмаған, бұлай араластырайын отырып қой. Байқағандарыңыздай, мынау мариновкаға мен майонезді қосқан жоқпын. Оның орнына сұйық май қостым, яғни пісте майды. Майлы әрі сочный дәмді болып шығады. Міне достар, мариновкамыз дайын. Бұл мариновканы жарты сағат, 1 сағат қою міндетті емес. Таяқшаларға тығып шығатын боламыз қазір. Ал кеттік.
Мінекей достар, 220 градуста қызып тұрған пешке шашлығымызды салатын боламыз. Мен міне аст үстіне қойдым, яғни аст үсті бірге піседі. Сонда да 10-15 минуттан кейін аударып тұру керек. Достар, осымен біздің шашлығымыз дайын. Иісі өте керемет, дәмі де өте керемет шықты деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.